Сәлеметсіздер ме? Біз алдыңғы сабақта болашақ шақты өткен едік. Қазір осы тапсырманы орындап, осы шақ әлі іс-әрекеті бітпеген осы шақ туралы әңгіме айтамыз. Так, мына жерде тапсырманы орындайтын болсақ, 오늘 5월 4일이에요 дейді. Бүгін 5 айдың 4 күні, яғни бүгін дүйсенбі, ол бүгін. Ертең 5 айдың 5, яғни майдың 5-і, мынау вторниктен бастап ертең болады екен. Яғни кішкентай балалар Кореяда 5 айдың 5 күні, майдың 5-і ол балалар күні. 그래서 내일 학교에 안 가요. сондықтан ертең мен мектепке бармаймын. 내일 나는 롯데월드에, яғни ертең мен 롯데월드 деген сондай бір не бар, тұратын жер бар. Сол жерге 월드에 갈 거예요. міне 가다 деген бар. Біз мынау жалғауды жалғаймыз, міне 일 거예요 деген сонда 갈 거예요. 롯데월드에서 친구들하고 같이 так, міне 같이 놀다, яғни ол жерде ойнайды, 놀 거예요. 스케이트를, так, 스케이트 деген 타다 болады. 스케이트를 탈 거예요. 목요일에 한국어 시험이 있어요. четверг күні менде 한국어 시험 бар, корейский экзамен бар дейді. 그래서 수요일에 학교 도서관에서, сондықтан среда күні мектептің кітапханасында 공부 дейді. яғни 공부할 거예요. кітапханада среда күні сабақ оқитын. 금요일은 캐롤 씨의 생일이에요. пятница күні 캐롤 деген қыздың туған күні. 우리는 불고기를, біз сол кезде 불고기 деген тамақ, 먹다, яғни жеу. тамақ, 불고기를 먹을 거예요. 그리고 노래방에서 노래를 불고기 жейміз, және де караокеде өлеңді 노래를 부를 거예요. өлең айтамыз. 토요일은 집에서, так, суббота күні 집에서 үйінде жай 쉴 거예요. яғни суббота күні жай үйде демаламын дейді. 토요일은 집에서 쉴 거예요. яғни осылай өзінің аптасын жоспарлап қойған қыздың несін айтып шықтық. Енді біздің бүгінгі сабақ осы шақта әлі іс-әрекеті бітпеген, яғни әлі істеп жатқан кезең бар ғой. Біз сол туралы айтамыз. Мысалы, мен қазір сөйлеп жатырмын, әлі сөйлеп біткен жоқпын. яғни мен қазір сөйлеп жатырмын деген осы шақ, яғни болып жатқан іс-әрекетті біз етістікке go итта дегенді жалғап осымен айтамыз. яғни біздегі мысалы тамақ жеп жатырмын, өлең айтып жатырмын, сөйлесіп жатырмын, сабақ оқып отырмын деген сияқты. итта дегені сол ғой жаңағындай. мысалы, дэн 씨가 지금 음악을 듣고 있어요. дэн деген қазір өлеңді тыңдап отыр. яғни іс-әрекет әлі біткен жоқ, әлі болып жатыр. сол 듣고, яғни 듣다 деген тыңдау болса, 듣고 있어요. әлі тыңдап отыр дейді. 민호 씨가 지금 집에 가고 있어요. 민호 деген үйіне қазір бара жатыр. әлі ол жеткен жоқ, әлі бара жатыр. яғни бара жатыр дейді. 어제 친구가 예슬리 씨한테 전화했어요. 그때 웨슬리 씨는 자고 있었어요. мына жерде кеше мен досым эслиге звондады дейді. ол звондаған кезде ол ұйықтап жатқан еді дейді. яғни ол өткен шақта, бірақ сол шақта, яғни ол істеген іс-әрекеттің периодында ол әлі бітірмеген еді. То есть звондап жатқан кезде ол әлі ұйықтап жатқан еді да, ұйқысы біткен жоқ процесс. сол бітпеген, яғни әлі болып жатқан нәрсе, ұзақ болып жатқан процессті біз сол go иттамен айтамыз. ал егер ол осы шақта болады, мысалы, просто go итта болады. ал егер ол өткен шақта, мысалы, мына жерде мен звондап жатқан кезде ол әлі ұйықтап жатқан еді деген сияқты айтқан кезде go 있었어요 деген қолданамыз. енді мысалы, када деген сөзді бірін алсақ, 가고 있다. 먹다 дегенді, мысалы, өткен шақтағы айтсақ, go 있었다, 먹고 있었다, яғни жеп отырған еді. мысалы, сен өлең айтып жатқан кезде мен тамақ жеп отырған едім деген сияқты. 사고 있어요. мен әлі сатып алып жатырмын. 보고 있어요. әлі көріп жатырмын. 만나고 있어요. әлі кездесіп жатырмын. 오고 있어요. келе жатырмын. 찾고 있어요. іздеп жатырмын. 만들고 있어요. істеп жатырмын. 일하고 있어요. жұмыс істеп жатырмын. 공부하고 있어요. оқып отырмын, сабақ оқып отырмын дейді. енді осыларды сөйлемнің ішінде қарайық. 왕징 씨 지금 시장에 같이 가요. 왕징 қазір базарға бірге барайық дейді. 미안해요. 지금 숙제를 하고 있어요. кешір, мен қазір сабақ оқып отырған едім дейді. әлі ол сабағын оқып бітірген жоқ, сондықтан ол базарға бара алмайды.
왜 아까 전화를 안 받았어요? 장한이기면 телефонмен звондағанын неге көтермедің дейді. 샤워하고 있었어요. мен ол кезде душ қабылдап жатқан едім. яғни ол звондап жатқан периодта ол душ қабылдап жатқан еді. яғни сол периодта айтқан кезде яғни 샤워하고 있었어요. өткен шақта айтамыз. өйткені ол уже болып қойды. 지금 어디에서 살고 있어요? қазір қай жерде тұрып жатырсың? 서울에서 살고 있어요. мен сеулде тұрып жатырмын. әлі ол сеулде тұрып жатқан жоқ. тұрып жатыр. яғни ол әлі көшіп кеткен жоқ, әлі біткен жоқ, оның тұрып жатқаны. сондықтан go 있어요. енді мына жерде жаңағы өткен шақта сол периодта болған нәрселерді біз оссоен қолданамыз дедік қой. бірақ мысалы егерде сен кеше не істедің деген кезде, мысалы 어제 뭐 했어요 деген кезде, 집에서 쉬고 있었어요. мен кеше не істедің деген сұраққа, яғни өткен шақтың сұрағына мынау процестің жауабымен жауап бере алмайсыздар. яғни мен кеше демалып жатқан едім деп жауап бермейсіздер. мен кеше демалдым дейсіздер. кеше не істедің? мен демалдым. ал егер мысалы мен кеше саған звондаған кезде, яғни сол мен жасаған іс-әрекеттің процесінде сен ол кезде не істеп жатқан едің деген кезде, мен демалып жатқан едім деп айтуға болады. ал егер де мысалы әшейін не істедің деген болса, онда өткен шақтың демалдым болды. сондай жауап бересіздер. міне мына жерде тапсырма бар тағы да. осы тапсырманы орындаңыздар. келесі сабақта қарастырамыз. сау болыңыздар.